Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жалынды ақын күйшілер. Оқулығымыздың 107-109 беттерін ашамыз. Сабақта меңгеретінін қазақтың атақты ақын күйшілерімен танысасыз. Ұлы тұлғалар Құрманғазы мен Махамбеттің өмірімен танысасыз. Құрманғазы мен Махамбет күйлерін тыңдайсыз және талдау жасайсыз. Бірінші тапсырма: музыка тыңдау және талдау. Құрманғазының Адай күйін тыңда. Тыңдаған күйді қалай сипаттар едің? Лирикалық, батырлық, мұңды, көңілді, жігерлі. Махамбеттің Жұмыр қылыш күйін тыңда. Күй сенде қандай сезім тудырады? Тыңдаған күйлеріне қандай суретті таңдайсың және қандай атау қояр едің? Құрманғазы мен Махамбет күйлеріне арқау болған ортақ тақырыпты ата.
Екінші тапсырма ақпарат іздеу. Құрманғазы ұлы күйші болса, Махамбет те атақты ақын, шебер күйші. Екі атақты тұлғаның шығармалары күрес тартыс үстінде туған. Құрманғазы адай күйінде халықтың жігерін көрсетсе, Махамбет ақын жұмыр мен қылыш деген батырлардың ерлігін күй арқылы жеткізген. Екі күйші де батырлық туралы күйлер шығарған. Махамбет Өтемісұлы қазақтың әйгілі ақыны, күйші, композиторы. Исатай Тайманұлы бастаған көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі. Атырау облысында дүниеге келген. Махамбеттің жалынды жырларымен бірге жұмыр қылыш, өкініш күйлері ел ішінде кең таралған. Құрманғазы Сағырбайұлы, күй атасы. Атырау облысында дүниеге келген. Әлемге әйгілі Адай, Сарыарқа күйлерімен қатар Исатай Махамбет көтерілісіне арналған кісен ашқан кішкентай күйлері бар. Үшінші тапсырма орындау. Адай, жұмыр қылыш күйлерінің әуендерін нотаға қарап, ля буынымен орындаңдар. Рефлексия, көңілді ноталар. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.